Саламатсыздар ма, қадірлі ұстаздар. Енді біз алдында ғана абай кезекке шыққан, жан-жаққа тараған, талқыланған заң жобасын біз білім және ғылым министрі Күләш Шәмшидинованың атына жолдағанбыз. Сонымен қатар бұл ашық хатымызды парламент мәжілісінің депутаттарына, сосын кейін үкіметке барлық осы заңмен жұмыс жасайтын орындардың барлығына жолдайық деп отырмыз. Ашық хат, бұл ашық хатқа бүкіл Қазақстан мұғалімдері қолдайды. Яғни былтырғы президент жолдауынан кейін президент тапсырмасы бойынша мұғалімдерді артық жұмыстан арашалайтын педагог мәртебесі туралы заң қабылдану керек болған. Бұнда вице-министр Суханбердиеваның таныстыруы бойынша жұмыс тобында 78 адам жұмысқа кірген. Бірақ негізгі орайда Қазақстан педагогтарының берген барлық көптеген ұсыныстары ескерілмей қалды. Осы орайда қазір бұл заң жобасында да төңірегінде бізде қазір біраз тынышталып қалды. Соған орай биыл мүмкін қабылданбай қалуы мүмкін деген біздің күдігімізде жоқ емес. Осыған орай біз Қазақстан ұстаздары 15 ұсынысымызды жазғанбыз. Біздің ойымызша педагог мәртебесі туралы заң жобасын дайындауға қатардағы мұғалімдерде тартылуы тиіс. Және заң жобасы бұқаралық ақпарат құралдар бетінде ашық талқыға түсуі тиіс. Біздің осы ұсынысымызды ескереді деген үміттеміз.